Hammaga salom. Bugun Almataga ketib baratman. Bir proyekt bo'yicha 3 kunga media kontent yaratuvchilarning networking bo'yicha uchrashuv deb aytsa bo'ladi. Shu bo'yicha bir vlog tushib ko'rayapman. Shunday. Кстати, ikkinchi kanal. Adashib. Вставайте между нами, загадывайте желание. Я на Карпатском вокзалga kirdik. Suv ko'tarib boramiz. Organizator suv organizatsiya etgan kimsaga. Это наши участники. Всем привет. Всем привет. Без мата, да? Toshkentdan 15 odam ketib boramiz. Har xil odamlar bor. Rejissyor, bloger, dizayner, shunday media kontent yaratuvga qatnashib bor odamlar bari. Qozog'istondan ham shunday odamlar keladi. Shunday kreativniy sferada ishlaydigan odamlar bari. Ularni ko'rsatib, networking bo'ladi. Biz odamlar bilan tanishamiz. Shunday yerlarda negiz qiziq odamlar bilan tanishsang, bir-ikki emas, odamlarning yarmini sirtdan taniyman. Придёт обязательно. Да. Кстати, я из Каргопакистана. Очень приятно. Это вы же вчера писали, на заводе работаете? Да, я на заводе работаю слесарем. Вот. Пойызға отырдық. Кстати, Акида ханым, ханыммен таныстық. Акида ханым экоактивистка, блогер. Гендер-активистка. Да, По правам гендер-активистка. женщин. У вас, смотрите, экология, права женщин, гендер-активистка. Волонтерство. Barcha Qoraqalpoq do'stlarimizga anangalik salom yo'llaymiz. Bizda hozir 16 soat adashmasam, 16 soat yoki 17 soat. Да. Endi men birinchi marta ketishim, to'g'risini aytsam. Ketamiz, xullas mana ajoyib do'stimiz yonimizda. Bizga omad tilaylar. Блин, блог вообще birinchi marta tushiryapman. В целом не знаю, о чем рассказывать. В целом yerda agar o'rinlar bo'lsa, men asti odamlar bilan tanisa bersam bo'ladi vaqt par vaqtda. Так, давайте сондай qilайlik. Привет, меня зовут Тимур Карпов, я основатель 139 Documentary Center, я активист, документалист, фотограф. Меня зовут Саид, я из города Ташкент, являюсь основателем проекта EcoGen Lab и один из организаторов ВУЗ Ташкент. Также помогаю ребятам из МОКа организовывать фестивали. Меня зовут Шахнигар, мне 23 года, я художница, графическая дизайнерка. Меня зовут Садокат, я продюсер из Ташкента. Привет, меня зовут Шахрух, я из Ташкента, мне 31 год, я занимаюсь в основном мебелью, интерьерными решениями, декором, деревом и все в этом духе. Я художница, арт-директор галереи 139, рэперка. Всем добрый день, меня зовут Малика, я учусь на филолога, занимаюсь фотографией и работаю в баре. Меня зовут Кеса, я продюсер из Ташкента, организовываю всякие фестивали, мероприятия. Я веду блог «Винтаж», он про творческую жизнь Ташкента, я там рассказываю про творческих людей, про ивенты, как бы делюсь с людьми, андеграундной вообще тусовкой этого города, Ташкента. Привет всем, меня зовут Нина, я большую свою часть жизни работала сценаристом, писала сериалы. Меня зовут Кама, мне 29. Сейчас учусь снимать, монтировать, снимаю, монтирую, в процессе учусь. Меня зовут Александр Федоров, можно просто Саня. Привет. Давай заново. Да? Да ладно, классно. Да, классно, Ладно, нормально. продолжим. Да. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь проектом «Ташкентский модернизм». Қайырлы таң, Алматыға жетіп келдік. Біздерді күтіп алды. Әзірше бәрі зор. Айтпашақ, бұл болатқан проекттің организаторлары, шөлкемлестірушілерді белгілеп қоямын сторисқа. Кіріп көрің Instagram страницаларына, бұған ұқсаған елі проекттер болады. Сіздер қатынасып көрің. Бишкектегі Ололо комьюнити, Ташкенттегі 139 Documentary Center, Алматыдағы Central Asia Creative Hub еді. Қысқасы белгілейме, әмесінің аты анық ятында жоқ, турдың атынан белгілеймен. Не, машинымыз мына ұқсайды. Так, мен Мэрс кететін шығамыз. А вот и наша машина. Все здесь? Есік өзі жауып откен четко. Фотографируюсь. Со второй Воду берем.
Отелімізге келдік. Не көрсетейік? Өзімді көрсетер ме, отельді көрсетейін, я? Командамыз түсіп жатыр мектен. Мынау біздердің отель. Әмме шаршаған, тезірек ауқатланып, жатып демалғысы келіп тұрам ме? Кеттік ал. Паспорт. Қазір регистрацияда өтіп аламыз бәріміз. Содан кейін әжібәнше тезірек азанға ауқат жайымыз ішеміз. Азанға ауқат жеуге келдік. Мынау талон. Үстімен маған азанға ауқат береді. Пожалуйста. Остальные все там. Хорошо. Отельдің ішінде мен қазір азанға шай ауқатын жеп алдым. 104 номерға мені Анвар Сафомен бірге, режиссермен бірге жайластырған екен. Ол біздерден алдын отдельно келді. Ішінде ұйқылап жатыр ма, қабыны қақсам ашпай жатыр. Біреу электронный. Доброе утро. Прошу прощения, если разбудил. Так, мне номер кредек. Ничего, если свет включу? Так, мне взяли номерымыз. Я рум-тур сделаю мне. Да, давайте. Нет, в целом вы не мешайте, свет просто можем. Да, окей, но я бы не хотел там. Ну, хорошо, давайте. Так. Так, мені комнатамыз кіргеннен 2 адамлық. Біздің қоңсы мына жаққа жатыпты, мен мына жаққа жатамын. Климат контроль, походу. Освещение прикольно маған жақты. Вообще четко. И телек, кайф. И душ. Мынау не көріп істей қойын бұл жерде. Тарақ екен ба? Маған өте керек зат қол. Мынау не бағана айтқан комнатаның кілті. Үстімен ашып жүре аласың. Так, фитнес залы сұлу, кішкене, зор. Дюалдың реңі зор екен. Вот в целом бұл көп түсу шарт емес шығар. Еще мына жерде терраса бар. Мүмкін ашық па? О, ашық екен. Жаңа конституция. Мен Өзбекстанды жақсы көремін деп, мен Өзбекстанның сыртында жүріп. Ой, неге бір ұсындай қазір айтылмай кетті бірде. Что за одежда на тебе? От Экоджон Лаб. Часть жилетка Экоджон Лаб. Из чего она сделана? Из старых покрывал. Старых покрывал? Да. И вы про что-то еще говорили? Да, сумка, карт-холдер, это все переработка пластика. То, чем я занимаюсь. Ну-ка, с той стороны можешь показать? Сейчас, секунду. Журнал. Ну-ка, дай-ка. Пакеты. Это пакеты, да? Прикольно, на ощупь очень прикольно. Да? Многие, когда черные беру, а многие путают их с кожей. Это кожа, да? Так, сағат 12. Отельден шықтық. График бойынша қазір бір жерге баруымыз керек. Барғандан түсіндіреме қандай жер екен. Креативный жер. Содан кейін Бишкектен бізге ұқсаған команда келді. Солармен көрсеміз. Одан кейін обед. Одан кейін және соңғы желіге барамыз. Әзірше осы. Ой, блин. Так. Он сам закрывается. Жолатный есік. Бірінші локациямызға келдік. Не санаторий деген жер. Арпашалап айтсақ, санаторий емес деген болады еді аты. Бұл жерімізді біздерге дөретушілік һәм мәдениеттің резиденциясы, һәм де креатив индустрияны қолдау үшін һәм дөретушілік комьюнитиларды интеграция қылу үшін жақсы площадка деп айтты. Қазір енді дальше ішін көрсетемін осы жердің. Нам куда? Мынау жердің Бишкектен келген коллегаларымыз Қырғызстаннан. Можно я жратву сниму? Смотри, что там у нас? Какие-то тостеры с чем-то. Там живое выступление. Здесь можно даже стендап, живую музыку, все можно устроить. Бұл жерімізде шөлкен үйлестірушілер біздерге болып батырған проект туралы көбірек айтып берді. Екінші болып отырған жеріміздің иелері шығып сөйледі. Не санаторий туралы жақсылап айтып берді. Кейін не санаторий бойынша экскурсия болды. Ең сұлу жерді көрсеткен сіздерге бізде өзімізді көріп хайран қалдық. Прикольно. Постарались сделать что?
Как вы заработали свой первый миллион? Да, поменял 100 долларов. Бірінші локациямыздан шықтық, зор жер екен, өте ажайып. Қазір екінші локациямыз Сәлем Social Media'ның офисі болады екен, ол жерде бас директормен көрсеміз. Сәлем Social Media не деп сұрайтын болсаңыз, бұл продакшн Қазақстандағы ең атақты сериаларды түсірген. Оның ішінде Шекер, Саке, Черный двор, Сержан Братан, Игрок, соған басқа сериалдар. Так, Сәлем Social Media'ның офисына келдік. Зданиясы қаттыға крутой, көріңдір, әзір қараң. Art House деп жазылған. Мынау Сәлем Social Media'ның логотипі S. Добро пожаловать, надеюсь, вам понравится. Сәлем Social Media түсірген сериаллар. Апақ келін, Бажа, Саке, Шекер, мен сериал білмеймін осы. 532. Сәлем Social Media'да біздерді пиар-менеджер Юлия күтіп алды. Сәлем Social туралы айтып бере бастады. Сәлем Social Media сериалларда жәмиет алдында айтуға қауіплі болған темаларды көтеріп шығады деді. Біздердің слоганымыз қарапайша айтатын болсақ ұраны болатын шығар. Олардың ұраны бізбенен бірге батыр бол. Кірген жерде дивалында жазып қойған. Олардың миссиясы 4 графикалық белгіде көрсетілген. Біріншісі лампочка, бұл хамизат идеядан басталады, лампочка жанады дегені. Екіншісі бұны олар түсіреді, мысалы сериал қылып. Үшіншісі олар бұны тамаша үйлерге көрсетеді, һәм ақырында солардан фидбек алады. Бұлардан кейін офисті көруге ішке кірдік. Офисі кең һәм сұлу екен. Майда қызықтыратұғын әртүрлі затлар көп. Солардың бір-екеуін көрсетіп кетейін. Мысалы, мынау Сәлем Social Media'ның бірінші серебряный кнопкасы, күміс түймесі. Бұны YouTube 100 000 подписчик жинасаң береді. Одан басқа офиста 3 алтын түйме, әмде одан басқа көп күміс түймелері бар екен. Не бәрі тұрыпты жиналып. Айтпақшы, алтын түйме 1 миллион подписчик жинаса беріледі. Юлияның айтуы бойынша, Сәлем Social Media'ның үлкен мақсатларының біреуі бұл Орта Азияның жергілікті талантлы адамдарына жәрдем беру. Атап айтқанда, өз елінен кетіп қалмаған түрде өзін реализация қылу, өз мамандығында өсу, һәм әлбетте соған жараса пул табу. Онан кейін біздер әртүрлі бөлімдерге кіріп сөйлесіп шықтық. Мысалы, мынау маркетинг бөлімі, одан кейін дизайнерлер бөліміне кірдік, өзімізге қызық болған сұрауларды беріп, сәубетлесіп алдық. Әмде көптеген инсайтлар алдық. Кейін крышаға көтерілдік, ажайып жер, бұл жерде гештеклер, концертлер, жабық кино көрсетулер, һәм тағы басқа әртүрлі ұшырасулар болып тұрады. Соның арасында Черный двор сериалында бас рөлде ойнайтұғын актерді ұшыратып қалдық. Соңында жиналдық, сұрау жауап болып өтті, бұл жерде қаттыға пайдалы мағлұматларды біліп алдық. Қайтамасақ, Сәлем Social Media'ның офисынан шықтық. Ой, Сәлем Social Media'ның офисынан шықтық. Позитив эмоциялар сондай дәрежеде көп енді. Уже симай атырып маған, эмоция қабылдау қиын болып жатыр, шаршап қалдық, расы жолдан шаршап. Сондай әзір коворкингқа киятырмыз, атын кейін айтып жіберемін. Кейінгі локациямыз Smart Point атлы коворкинг. Так, бұл жерде біздердің коворкинг уәкілдері күтіп алды. Коворкинг не екенін білмесеңіз, бұл адамлар келіп жұмыс істеуге болатын жер. Бұндай жерлерде адамлар жеке өзі келіп, яманса командасымен келіп та жұмыс істейді, һәм де бұған барлық қолайлықтар бар. Мысалы, бұл жерде жоғары тезлікте интернет бар, коворкинг 24/7 жұмыс істейді, парковка бола ма, склад бола ма, хаттек ішінде өзінің спорт залда бар. Мысалы, сіз тыныш жерде жұмыс бойынша Zoom-да сөйлесуіңіз керек болса, мынандай будкалар, ямаса жиналыс өткізетін зоналарда бар. Коворкинглардың жақсы тәріптері, коворкингларда креатив адамдар жиналады, нетворкинг пайдалы танысулар көп болады, стартаперлер бір-бірімен танысып, жұмыстар бойынша бір-біріне пайдасын тигізеді. Және бұндай жерлерде IT тарауында істейтін адамдар бірлеспелері болады. Мысалы, бұл коворкингта IT компаниялар өте көп екен, көбісінің аты бірақ битаның сырасы, ең атақлысы бұл Яндекс екен. Бұл айтқанда ұсы, бұл жерде көп зат айтып бере алмаймын. Қысқасы адамдар жұмыс істеп жатыр, біздер болса жүріппіз. Екінші күн азан хайырлы таң десем болады. Салам алейкум. Завтраққа талон асалом. Рахмет. Штейлеп алып.
Так, отельден шықтым. Ертелеу сағат 8 болды. Өзі баратын жерімізге 10-да барамыз деп жазып қойыпты, бірақ мен ол жерге общий группамен емес, өзім барамын. Азыр ертелеу шығып Каспий банкқа барамын. Баратын жеріміз қаланың басқа шетінде екен. Соң үшін бұратала сол қаланың басқа шетіндегі банктың филиалына бара жақпан. Сол баратын жеріміздің қасында там. Ең жақыны, ең жақын филиалы. Сол жерге барып, Каспий аштырып аламын. И кейін сол жерде артишок деген баратын жеріміз. Болған бір арт пространство. Сол жерге барып, ой, молодцы, машины уступают. Короче, сол жерге бараман, сөйтіп, ол жақта көрсемен группамен. Так, бірінші июль күні бірінші локациямыз үлкен театр артишок. Давайте көрсетейін сіздерге бұл қандай жер екенін. Бұл жер Алматыда Панфилов площадьінің қасында. Сыртында қарасақ міне нелер тұрыпты, постерлары. Дорогой артишок деп жазған. Так, ішіне кірсек, бірінші көрген постеріміз «Бешеный бык» деген баяғы кино бар, 70-ші жылдың киносы ма, баяғы кино, қысқасы, черно-белый. Но соның сценический ремейк дейді. Киноны сценада пьеса қылып көрсетеді демек. Неде кофе сатылады екен. Кайф бірақ постерлар. Қараңын ау қадымғы қалтада сенеңде. Қалта бар ғой, жерде не өтті. Здравствуйте. А наверх можно будет подняться? Вы через экскурсию? Да. Я просто пока людей нет, хочу снять. Ну, хорошо. Все, спасибо. Мен рұқсат берді, адам жоғалып түсіп қалайын дедім. Мен сурет шығарды ойлаймын, суретті көріп тұр, бірақ сурет емес мен. Қолымызды көрсе болады. Ерде суреттер емес керең сондай затлар екен. Типа, искусство. Не ұстауға болмайтын жар, ұстап көре берейік, шешім жоғалды. Негізінде бұл затларды қайта адамдар ұстап көрсін, бұл жерден кеткеннен кейін ядында қалсын деп істеп қойған екен. Бұның кейін экскурсияның уақытында біздерге түсіндірді. Итак, құрметлі тамашагүйлер, влогтың ақырын экспресс-шоумен таусылуыма тура келеді. Демек, артишок театрының бұл жерде тек сахнасын көрсететін жері қалды. Сахна биіктікте емес, адамдармен бір дәрежеде тұрады. Бұның себебі тамашагүйлерді көрсетіліп отырған пьесаның ішінде отырғандай атмосфера жарату. Театрдан шығып, галерея, студия суретлерді оформление қылатын жерге бардық. Бұл жер туралы расы не айтатынын білмеймін. Бірақ бұндай жер, бұндай зат Қарақалпақстанға керек екенін білемен. Бұны маған сурет соғатын художниклер һәм музей жұмысшылары айтып берген. Кейінгі локация бұл Мосхаб атлы кооркинг. Бұл арзан жер емес екен, дәру сезілерлі созады. Әмде бұл жер IT бірлеспелерінің бір орайы деп айтсақ болады. Және бұл жердің крышасы қатты сұлу екен. Крышадан тау һәм қала көрінісі көзге түсіп тұрады. Қатты сұлу. Әмде бізде бұл жерде екі камал болып кішкене интервью бердік. Так, және бір адамды айтып кетсем, бұл Азиз. Азиз жас, талантлы дизайнер. Ол интерьер дизайнымен шұғылданады. Әмде мысалы оның жұмысларын көрсететін болсақ, Есентай молдағы қымбат бірнеше бутиклардың дизайнын істеген екен. Одан басқа Азиз Орта Азия мемлекеттерінің мәдениетін бүгінгі заманауи стильмен араластырып, басқаша стильде сондай дизайнерлар істеп жатыр. Әмде бұл үшін оған респект. Азиздің жұмыстарын Инстаграмда көрсеңіз болады, мен постта описание астында жазып кетемін. Және бір айтып өтетін жер бұл техноклуб. Өмірімде бірінші рет техноклубқа барып көрдім. Бұлт деген жер. Бұл жердің иесінің өзінің қатты күшілі политикалық позициясы бар екен. Соның ұшында бұл жерге кіріп атырғанда мынандай зат жазылған. Демек оқимын. Бұл клубқа кіріп, сіз Россия Федерациясын агрессор һәм ол Украинаға ұрыс ашқанын таң аласыз деп жазылған. Бұл мағанда бұл жерде зор жер, қысқаға айтып беру қиын. Соның үшін егерде сұраларыңыз болса, сомен айтып өткен жерлердің біреуіне сұрау болса, маған жазсаңыз, немесе комментарийде жазсаңыз, текстта айтып беруге әрекет қыламын, немесе сториста ма, сондай. Осымен ол мағанда барған жерлеріміз осы. Әмде ақырғы күнімізде шүлкен мүсірешілер біздерді қатынасушыларды жұмақлаушы жиналыста жинады. Әмде бұл жерде белсенді қатынасушыларға сауғалар берілді. Проект бойынша жұмақлаушы гәплер болды. Әмде бұл жерде мен бір өзім қарақалпақстандық болғаным үшін олар маған өзгеше мейман номинациясында сауға берді. Қатты қуандырып қойды мені. Еді қаттыға жақсы күтіп алды. Қарақалпақстанның екенімді біліп, танысып, сөйлесіп, қуанып
қалды негізі көп адам. Соның үшін бұларға рахмет және бір мәрте. Ұлымағанда осы влогымның ақыры таусылуы диққатыңыз үшін рахмет. Хәмде мен влогтың ақырына дағазада қосып жіберейін дедім. Соның үшін кетіп қалуға асықпаң. Бір видеомен тауысып, содан кейін дағаза болады. Вот такой вот крутой видос получился. Вот ты уже смонтировал вот эту нарезку, выжил. Вот такой крутой видос получился. Всем спасибо, что посмотрели нас. Подписывайтесь. Так, Bus Tours of Central Asian Design Hub деген проекттің аты мен қатынасып отырған. Бұл жерде Хамизат Бипул десек болады. Анық қылып айтатын болсақ, не зат? Транспортировка Ташкенттен Алматыға дейін, Алматыдан Ташкентке дейін обратно. 3 күн бұл жерде боламыз. 3 күнге жаты 3 күнде отельде болу бесплатно. Отель анау отель емес, арзан отель емес, зор отель. Стальш көресіз видеоларда. И со проживаниенің ішінде, отельде жатудың ішінде завтрак хам бар. Со 3 күнлік тек обед һәм кешкі ауқатыңызды өзіңіз алып жейсіз. И қала бойынша баратын жерлеріміздің бәрі Бипул. И өздерінің машинада алып жүреді. Көріп тұрғаныңыздай, бұл өте жақсы проект. Әмде бұл проектте сізді қатынасып көруіңізді шақырып қаламан. Егер де сіз фотограф, видеограф, блогер, мысалы соған ұқсаған көрерменнен қандай адамдар қатынасқанын көрген болсаңыз, соған ұқсаған затпен шұғылданатын болсаңыз, қатынасаңыз болады. Бұл жақсы мүмкіншілік Бипул қыдыруға, Бипул саяхат. Бірақ ең бастысы бұл жерде осы комьюнитимен танысу. Әмде былайынша мысалы сіз интернеттен, мысалы бір жерден ақшаға сатып алуға болмайтын білімдерді аласыз, сана сезім өседі, әмде тағы басқа дегендей. Қатынасыңыз келсе, комментарийда жазың. Бұл жағынан бұл бір шетінен қолау болады маған, бір жағынан мен жауап беремін сол жақта. Не дейді? Общий в целом ұлмағанда комментарий жазып, репост қылып, лайк басып қолап жерсеңіз жақсы болатын еді. Айтажақ болған затым осы, бұл проектке қалай қатынасу керек екенін еле түсіндіремен, сторисларыма қояман. Соның үшін мені күзетіп барың. Айтыбарың үшін рахмет.